бір техника ата енені жақсы көру үшін жақсы жағын ізде деп дәптерге жазды деген ғой. Сөйтіп бір келіншек күйеуіме бір ғана жақсы қасиет таптым дәптерге жазамын деген, соны не десе ішкен кезде құспайды. Вот именно солай тауып алу керек. Менің бір қызым бүгін хат жазған. Күйеуім ұрат сабайды, үш балам бар, өзі Өзбекстанда тұрады, күйеуі Қазақстанда ма солай. Сол неге шет десе өзі жауап беріп тұр. Ол бұны жақсы көрмейді, басқа баяғыда бұл алып қашып кетті, мен басқа біреуге тегім келді, соны ойлай берем дейді. Убить ее надо, Алланың көзге бит надо. Көтейінен қаттылап ұру керек, дүреймен арқасынан соғу керек, сосын қаттырақ айтып жібердім кішкене. Сонда не Аллах тағала 3 рет қателесіп 3 бала беріп тұрма саған? 1 рет қателестің, ладно. 3 рет қателесіп 3 бала беріп тұрма? 3-еуі де қыз тем болады. Сол 3 қыз мына анасын қайталайды. Енді мен қазір онымен личный консультацияда болмаса мен жауап бере алмаймын, энергиямды мен оған кетіре алмаймын ғой. Мен оған әлі әрі қарай сөйлескен жоқ, просто сондай болып жүрсе қыздар, не то что басқа біреудің баяғыда жүрген біреуді ойлау, просто сүйіп қосылып алып, мен жаңа қызға айттым өзім соны, сүйіп қосылып алып, 1-2 жылдан кейін жаңағы махаббат деген нәрсені Алла береді ғой, адамды қосу үшін. Сол махаббат өзі бір кішкене серейді, азаяды. Ана адамның бір сенің де жаман жағын көрінеді, оның да жаман жағы көрінген уақытта, мәссаған мен ана бұны емес басқа біреуді таңдауым керек еді деп, бір-бірін сүйген уақытта, бір-бірін сыйлаған уақытта, оның жасаған сыйлығын, құрметін барлығын ұмытып, тек қана жақсы жағын, әйел адам біз сондаймыз. Біз деген очень злопамятные, біз деген көрген жамандықты ұмытпаймыз, жақсылықты момент тұтамыз. Поэтому почаще пишите. Жаңа қызға айтып жатырмын, даже сүйіп қосылып тұрып сөйтіп ойлайтын қыздар, ойлағанда не болады? Басқа біреуге шыққанда бақытты болар ма едім деп ойлағанда күйеуге энергия бармай қалады. Аллах тағала күйеуге энергия беретін қылып бізді жаратқан, әйелді жаратқан, иә. Сонда ер адамға энергия бармай қалғаннан кейін ер адам или ішеді, или шегеді, или ойын ойнайды, или жаңағы басқа елге кетіп қалады, или мамасының баласы болып кетеді. Сосын не болады? Одан туылған балдар ауыра бастайды, себебі энергия алмаспай тұр ғой. Қап, мына жерде ручка жоғын қарашы. Энергия алмаспай тұр ғой. Сенен шығып күйеуіңе барып осылай айналып тұру, сен мына жерде жібермейді садың. Энергия тоқтап қалды. Екеуіңнің фонында екі күннен энергия шығады да, мына жерде ай тұрады ғой. Мына жер, менің басым жер, иә, мынау күнді, мысалға. Мына күн жерді қыздырып жатыр, иә, мына айналып бара жатыр. Мына жер, мысалы, мына жер Қазақстан дейік, иә, мына Қазақстан. Күн айналып кетіп бара жатыр, ай келе жатыр, иә, келді ай. Ай бізге түнде жарық түсіріп тұр. Қайдан түсіріп тұр? Күнді әйел дейік, айды ер адам дейік. Мына ер адам мына жерде семья, бала-шаға дейік, әйел үйге не берді, айналып кетіп бара жатыр. Мына папаның шуағы қалай түседі? Ол ай өзі жарық шығара алмайды. Ай күнді шағылыстырады. Бізде не бастап кетті? Битва. Бері қойыңдаршы. Майо деп жатыр. Мына сонда күн әйел, ай еркек дейік, солай елестетейік. Сол мына күн жылуды айға береді де, ер адам әдемі айдай аппақ болып көрінеді, аппақ болып көрінеді. Ол мына нағыз семьяға шуақ шашатын әйелдің энергиясы, яғни күн. Еркектің үйге әкелетін, нені әкеледі жаңағы? Ақшаны әкеле ме, басқаны байлықты әкеле ме, балаға тәрбие бере ме? Ол мына жерде тұрған мына күн бар ғой, соның тікелей сәулесінен шағыстырып барып береді, шағылыстырады. Білесіздер ме? Айдың өзінің бойында не жоқ, энергия жоқ. Ол тек күнді шағылыстырушы ғана. Сол сияқты 3 қыз өте бақытсыз болады, егер жаңағыдай жалғаса берсе. Ажырасуды ойлап жүрмін дейді. Бір Аллаға тапсырдым, енді қараймын, енді жеке консультация жазылса жұмыс жасаймыз. Нағима таза дене, таза үй, таза орта. Иә, Нағима, біз мына жерімізді тазартсақ, мына жерімізді тазартсақ, айналаның өзі тазарады өзі.
Құранда аят бар екен, адам өзін өзі өзгертсе, мен айналамды өзгертіп беремін деген кәдімгідей Аллах тағала өзі айтқан. Сізді сағынып кеттім, жақсы көремін сізді. Алла разы болсын. Толқын, жүректің әміршісі Аллах дейді. Мен қатты сізді жақсы көремін. Мына бір-бірімізге махаббатты беріп қоятын Аллах. Және де мысалы күйеу туралы айтып жатырмыз ғой. Күйеуді де жек көріп жатырмыз ба? Ол да это наказание за то, что мы, орысша айтайын деп отырмын, зачем деші, біз Алладан алыстағанымыз үшін біздің мына жерімізді мына жерімді тырнасаң да ауыра береді. Бір жетпейді бір нәрсе, бір күйеуімде оңбаған, айналамда оңбаған, ақшада жоқ, ата-анемде оңбаған, ағайын тумамда оңбаған. Мен бәрін күштімін, мен самооценкам сондай низкий, бәрін жақсы көремін, бәрін сөйткім келеді, бірақ деген айналаның бәрі оңбаған. Бір нәрсе алабұртып тұрасың, не істеп тұрсың, не болып тұр? Аллах тағала сенің даусыңды естігісі келіп тұр. Алла, мына жерін тазартшы, Алла, жаным тазарта көрші, Алла маған бақ береке бере көрші, Аллах тағалам ер азаматымды абырой етші, Аллах тағалам бала шағама денсаулық бере көр, ақыл бере көр, жүректер иманда болсын, Аллах тағалам айналамды дұрыстай көрші, Аллах тағалам ата-енемнің жүрегіне иман нұрын құя көрші, Аллах тағалам нұрға бөлей көрші, Аллах тағалам отбасыма береке бере көрші, Аллах тағалам бауырларым аман болсыншы, Аллах тағалам әке-шешем, айналам, көршілерім барлығы аман болсын, Аллах тағалам сұрай берші. Алла. Вот сенің осы Аллах деген даусыңды, Аллах естігісі келгеннен кейін мына жерді ауыртады. Мына жерлеріңіз ауырып жатса, проблема болып жатса, қуаныңыздар. Срочно Аллаға сыйыныңыздар, срочно.